Короче, шашым жалбырап отырмын. Ертең бізде гендер пати. Ертең бұйырса түсте сағат 2-де деп отырмыз. Достарымызды шақырдық. Енді бұйырса ертең әдемі қылып өткізгіміз келіп жатыр. Бұйырса қызықты етіп. Сол ертең баламыздың жынысын білетін боламыз. Ұл ма, қыз ба, прям так интересно. Өйткені менде өзімде ұл бар, Бексұлтанда 2 қыз бар. Енді кім болады екен деп прям Бексұлтан қыз деп отыр, мен ұл деп отырмын. Хотя я хочу девочку, но мен внутренний чутьем почему-то ұл деп тұр да, білмеймін неге екенін. Көреміз енді кімнің интуициясы мықты екен, Бексұлтандікі ма, менікі ма. Сол бұйырса енді ертеңге сол столдарды барлығын қазір сөйлесіп жатырмыз. Сонымен кішігірім бір подаркалар алу керек, ойындар ойнатсақ деп жатырмыз. Сонымен сол Бексұлтан кетті, машинасын жөндеймін деді. Содан кейін тағы да 1-2 жерлерге кіріп кету керек, тамадамызбен сөйлесу керек ертеңге. Дайрек ашсам, менің нервім қайнайтын сұрақтар болады ғой ішінде. Кеше ана туысқандарымызбен бірге отырып, Альмира барлығымыз отырған видеоны сторис салдым ғой, сөйтсем, қосылаяқта барлығы Паблату екен ғой, деп жазып жатқан адамдар көп та. В смысле деймін да, в смысле Паблату? Мен қосылаяққа кастингтан өтіп, Альмира алған жоқ менен кастингтағы сұрақтарды, кастингтағы жаңағы нені, басқа редактор алды менен вообще. Қосылаяққа келдім, маған бір звездный орын беріп болған жоқ, ол жақтан ешкім пікір айтпай, мен бір сол жерде бір не болып отырған жоқпын. Кәдімгі негативтің барлығын көтеріп барып өзімді бір тұлға ретінде бір неткен шығармын, қалыптастырған шығармын, бірақ ол жерде Қосылаяқта Паблату деген дүние жоқ. Отыр ғой, мысалы, ағалы інілер де барасың, өзіңді таныстырасың. Ол жерде қандай адамдарды алады? Бір-біріне ұқсамайтын, көбінесе, өзінің бір ерекше историясымен, сондай бір редакторларға ұнап жатсаңыздар алады.